20 ғасырда халқымыздың басынан небір нәубет өтті. Соның бірі ашаршылық. Ұжымдастыру науқаны халқымызды негізгі кәсібі мал шаруашылығынан ажыратып, малынан айырған еді. Малынан айырылған ел жаппай аштыққа ұрынды. Қолдан ұйымдастырылып, халқымызды қынадай қырған сол зымиян саясатқа ашық қарсылық танытып, сын сәтте батылдық танытқан қазақ зиялылар да болды. Сталинге арналғанымен Голощекиннің қолына түскен бесеудің хатын Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ватаулин, Емберген Алтынбеков, Мұташ Дәулетқалиев, Қадір Қуанышев сынды ел азаматтары бірігіп жазған еді. Наразылық хаты сұрапыл кезеңнің шындығын көрсеткен құжат ретінде тарихта қалды. Кел, жазушы. Сені ғой біз крайкомға жауапты қызметке алдық. Не үшін? Оны өздеріңізде білсеңіздер керек еді. Мені крайкомға қызметке алыңдар деп арыз бермеген сияқтымын. Көрдіңдер ме? Қалай керден дейді? Жолдас Мүсіреп, сіз крайкомның бюросында тұрғаныңызды білесіз бе? Тойға келмегенімді сеземін. Бірақ крайком бюросы Гальков емес қой деп ойлаймын. Не дейді? Қай жер дейді? Иса пайғамбарды шегелеп тастаған жерді айтады. Соны Гальков дейді. Астағфиралла. Сонда бұл өзін Исамын деп тұр ма? Жасау. Сонда сен өзіңді Иисус Христосқа балап тұрсың ба? Жоқ, жолдас Голощекин. Мен коммунист, жазушы Мүсіреповпін. Онда неге қайдағы Гальковты еске алып тұрсыз? Жолдас Үзмұхан. Мен Христос емеспін. Бюро Гальков емес. Голощекин жолдас антипилот болмас. Сіз синедрион болмассыз. Онда мәселені түсіндіріңіз. Мені неге шақырдыңыз? Сені өйтіп көлгірсіме жазушы. Білмей тұрған шығарсың. Қатты ұйымдастырған сен ғой. Елі, мен ақ болайын. Міне, нағыз Иисус. Өзін құрбандыққа дайындап тұр. Неге құрбан болуға тиіспін? Шындықты айтып, бюроға ашықтан ашық мәселе қойғаным үшін бе? Қайдағы шындық? Халық малжан жаппай қырылып жатыр деген шындық па? Жала! Жала арқылы халықты крайкомға қарсы қою. Бұл провокация.